Саламатсыздар ма? Менің атым Жандос Шамирамилұлы. Менің бүгінгі сіздерге арналған 5-ші жоба тақырыбы мектеп асханасына арналған пайдалы фастфуд жобасы. Яғни, неліктен мектеп тағамы маңызды? Негізі 3 фактор айтатын болсақ, бірінші фактор. Біріккен ұлттар ұйымы дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы мәліметі бойынша мектеп тағамы балалардың оқу үлгерімі және сабаққа тыс қатысуын жақсартады. Екінші фактор. Денсаулық пен даму. Ресей мен әлем бойынша 466 миллионнан астам бала мектептерде тамақтанады. Бұл олардың денсаулығы мен дамуына ықпал етеді. Және үшінші негізгі фактор – инвестициялардың өсуі. Мектеп тағамына салынған инвестициялар 4 жылда 43 миллиардтан доллардан 84 миллиард долларға дейін өсті. Бұл оның маңыздылығын айқын көрсетеді. Келесі, кәдімгі фастфудтың балаларға зияны. Яғни қазіргі таңда мектеп оқушылары зиянды өнімдерді тұтыну нәтижесінде өздерінің денсаулықтарына кері әсерін тигізуде. Әсіресе зиянды фастфуд өнімдерін тұтыну барысында әлсіздік, семіздік, асқазан ауруы секілді аурулармен ауыруда. Ал менің осы ғылыми жобам арқылы мектеп оқушыларына пайдалы фастфуд өнімдерін тұтыну біз үшін басты мақсат. Пайдалы фастфуд дегеніміз не? Пайдалы фастфуд бұл химиялық қоспаларсыз және жартылай фабрикатсыз табиғи балғын өнімдерден тез дайындалған тағам. Табиғи ингредиенттер, балғын көкөністер мен салауатты ет қолдану, қуырылғанның орнына гренді қолдану бұл майдың мөлшерін азайтады. Және қантсыз сусындар таңдау және көкөністерді гарнир ретінде пайдалану. Мектеп асханасына арналған пайдалы фастфудтың үлгілері. Жалпы өзінің жобамда 3 үлгісі бар. Консервантсыз сорпалар, Қытай еспесі және балғын салаттар мен жемістер. Консервантсыз сорпаларды айтатын болсақ, ресторан технологияларымен дайындалған консервантсыз және химиялық қоспаларсыз сорпалар. Екіншісі Қытай еспесі. Көкөністермен және теңіз өнімдерімен блокта дайындалған Қытай еспесі тез және пайдалы. Үшіншісі балғын салаттар мен жемістер. Салаттар балғын жемістер мен көкөністер йогурт негізіндегі табиғи соустар. Мектепте салауатты таңдауды ынталандыру әдістері. Тек қана салауатты өнімдерді сатып алу саясаты енгізу. Балалар мен ата-аналарды дұрыс тамақтанудың пайдасы туралы оқыту және ақпараттандыру. Практикалық бөлім және сауалнама мен нәтижелер. Яғни біз осы жобамыз арқылы мектеп оқушыларынан біртіндеп сауалнама аламыз. Сол сауалнаманың нәтижесінде біз өзіміздің жобамызды кейіннен басқа мектептерге өзіміздің жобамызды айқын дәрежеде танытуымызға үлкен мүмкіндік бар. Пайдалы мектептің тағамының экономикалық және әлеуметтік артықшылықтары, жұмыс орындары, мектеп тағамы бағдарламалары миллиондаған жұмыс орындарын құрайды. Оның ішінде аспазшылар, логистика және ауыл шаруашылығы. Экономикалық тиімділік. Әрбір салынған доллар $7-ден $35 дейін экономикалық қайтарым береді.